түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Қарлыға Сарқытбайқызы. Бұл мыңдаған шәкірттің жүрек түкпіріндегі қастерлі есім. Өйткені Қарлыға анамыз 40 жыл бойы бала оқытып ұстаздық етті. 1936 жылдың 29 қыркүйегінде Талдықорған облысының Қапал ауданына қарасты Көлтабан деп аталатын аядай ауылда дүниеге келіп, білім беру саласына өлшеусіз үлес қосқан өнегелі жан. Апа менің өмірімдегі ең маңызды адамдардың бірі болды. Ол мені өсірді, тәрбиелеуге көмектесті, және де менің қандай адам болып қалыптасуыма үлкен әсер етті. Апа туралы ойласам, көз алдыма ең алдымен оның күш қайраты, даналығы және әрдайым жанында тұрғанда сезілетін махаббаты келеді. Апа өте ақылды, ұстаздық тәжірибесі бар жан еді, және оның әр ісінен байқауға болатын. Ол өмірлік құндылықтарға қатты мән беретін, оның маған жиі айтатын ең маңызды сөздердің бірі: ешқашан өтірік айтпа, шындық ауыр болса да. Бұл сөз менің жадымда мәңгі қалады. Зерек, зерделі, зейінді, білімге құштар Қарлыға анамыз Қапал орта мектебін аяқтаған соң Қызылорда қаласына аттанып, қыздар педагогикалық училищесінде оқыды. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын география мамандығы бойынша аяқтады. Оқуынан келіп, Жангелді Дәуешев сынды арда азаматпен қол ұстасып, 3 ұл мен 2 қыздың анасы атанды. Ат үстіндегі жолдасының жайын, балаларының жағдайын жасай жүріп, мұғалімдік жолын жалғады. Еңбегі еленіп, Лениннің 100 жылдығы медалі, Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 60 жылдық медалі, Ана даңқы медалімен марапатталды. Мемлекеттік алғыс хаттардың иегері болды. Қымбатты балаларым, бастарың аман, дендерің сау болсын, ең негізгісі. Мынау 100 құбылып тұрған заманда құбылмай, барлықтарыңның береке бірліктерің ажырамай бірге жүргендеріңді өзі маған үлкен бір қуат. Мынау кешеден бері мына бала шағалар келіп у-шу болып еді, кішкене әжептәуір әйбет тәуір болып қалдым. Тек менің бәр тілейтінім сендерге: бастарың аман, дендерің сау болсын, еңбектерің жемісті болсын. Кейбір әлі алдында үлкен міндеттері бар бала шағалар, сол мақсаттарына жетуге Алла нәсіп етсін. Тек жақсылық болсын қарақтарым. Осы қандай бір кезеңдер болса дағы барлықтарың бірге өткізгендерің мен үшін естіп отырсам, соның өзі үлкен қуаныш. Елге сыйлы, ортасына сыйымды, оқушыларына үлгі ұстаз, зейнетке шыққан соңда танымдық бағытта еңбек етуін тоқтатқан жоқ. Әрбір ұрпағына өлең арнады. Жоғары лауазымды қызметтердің басы қасында жүріп, небәрі 46 жасында дүниеден өткен Құдай қосқан қосағы Жангелді Дәуешевтің орнын жоқтатпауға барын салды. Бала оқытып, ұстаздық еткен бұл кісінің санасы сергек, жады мықты еді. Өлең жазып, сәулелі сәттерін қағазға түртіп отыратын оқыпты, зерделі кісітін. Отағасының өзінің шыққан тегін, өмірінің айшықты кезеңдерін 2013 жылы «Өткенді оймен шолғанды» деген кітап қылып шығарды. Өмірден өткенше жан-жарының тарихын ұрпақтарының санасына құйып отырды. Жангелді әкей дүние салған соң, алды студент, арты оқушы болып үрпейісіп қалған ұлдары мен қыздарын Қарлыға ана ешкімнен кем қылған жоқ.
Қазақ әйелінің қашанда белді бекен буып, кез келген өмір сынақтарына қайсарлық танытатын бейнесі көз алдына келеді. Тау тұлғалы жәкесінен айырылып, жаны жабырқаса да, жігері мұқалмай ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Құдалығын өткеріп, тойларын атқарып, басы қасында өзі жүрді. 90-ға қараған шағында дүниеден өткен аяулы ана, мейірімді әже, 40 жыл шәкірт тәрбиелесе де, зейнетке шыққан соң ұлдары мен қыздарынан тараған немерелерін, жиендерінің саналы ұрпақ болып жетілуіне барын салды. Ес білгелі апамның жанынан қалмай еріп өстім, арқалап, жетелеп, мейіріміне бөлеп еді. Бүгін апамның сол бейнесі сағынышқа айналса да, алақанның табы, жылы лебі мәңгілік жүрегімде. Ерке қылық еңлігім, таушыңдағы сен гүлім, сыйлайыншы мен саған бүкіл әлем кеңдігін. Еркін өсші еңлігім, сенім артқан серігім, ерекше ғой пәктігін, кішкентай ғана елігім. Аяулы апам, сіздің әр қимыл әрекетіңіз, қамқор көңіліңіз, мейірімге толы жанарыңыз бізге өнеге болды. Өзіңіздей болсақ біздің арманымыз жоқ. Рухыңыз пейіштің төрінде шалқысын. Менің атым Амир, мен апамның кенже немересімін. Апам айтқан сөздері, насихаттары және махаббаты мен жүрегімде есте сақталды. Менің есімім Ерен, Ерланның екінші баласымын. Бала күнімнен апамның баласы болып саналамын. Мені алғаш мектепке жетелеп, апам мен анам апарды. Бала күнімде апамды қонаққа апарып, қонақтан алып келетімін. Сөйтіп мен нағыз апамның баласы болдым. Апам бала күнімде өлең жаттатып, қызық әңгімелер айтатын. Апам газет, журналды, кітаптарды оқығанды жақсы көретін. Бала күнімде газет, журналдан, кітаптан қызық әңгімелер немесе өлең жолдарын көріп қалса, Ерен, мынаны жаттап алшы, мынаны оқып көрші деп маған ұсынатын. Өсе келе апаммен бірге кітап оқитын болдық. Кітаптағы оқиғаларды талдап ой алмасатын болдық. Апамның маған арнап жазған өлең жолдары. Жаны жайсаң ерлігім, ойлайды елдің елдігін, кешірімді кең пейіл, баласы бол еліңнің. Ерлігім Нұржанымның төлбасы, домаласыншы өрге тасы. Білім алып байыппен, болсыншы деймін елбасы деп айтып кетті апамыз. Апа, сіз менің жүрегімде әрдайым тірісіңіз. Сіздің дана сөздеріңіз бен ақылға толы көз қарасыңыз мені өмірде талай рет алға жетеледі. Сіз үйреткен сабыр мен адамгершілік мен үшін ең үлкен мұра. Уақыт өтсе де сіздің маған деген мейіріміңіз бен сеніміңіз ешқашан жоғалмайды. Апамның маған арнап жазған өлеңі. Алиханым сүйкімді, қолдасын Алла ісіңді. Азамат бол айтулы, білімге сәл күшіңді. Алихан, сен бөлексің, бәрінен де зерексің. Білім алшы қомақты, тілейін саған бар бақты. Алиханым жыбырлақ, білетіні оның тым ұзақ. Білімді азамат болып шығады, еркелегенімен қыбырлап. Менің балалық шағымда апам маған осындай тақпақ арнаған. Айдосың менің ерекше, көңілім саған бөлекше. Басымдағы қайғымды жібердің сен келмеске. Балалардың басысың, тынығысың ақылдың. Нағашы жұртың қабанбай, тұяғысын батырдың. Бұл кітап біздің апамыздың бізге қалдырған ең асыл мұрасы. Сіз жазған әрбір сөз біз үшін бақыт, біз сіздің тәрбиеңізді жалғастырамыз. Апамның кітабынан үзінді, барлығына. Біріңді бірің сынама, кінә тағып мінеме, болса да қанша ғылама, мінсіз адам болама. Кемшілікті көргенде кешіріңдер көңілмен, ырыс ынтымақ бәріде келеді екен пейілге. Бұл кітап жай ғана тарих емес, апамыздың мейірімі, тәрбиесі мен жүрегі жазылған. Мен әжемді жақсы көремін. Әжем өте мейірімді болады. Біз сізді сағынамыз. Тәубе, Жангелді Дәуешев пен Қарлығаш Сарқытбайқызынан тараған осындай өнегелі ұрпақ, ұлдары мен қыздары әулет тарихын қамтитын тағылымды деректі фильм түсіртті. Немерелері мен жиендері де аталары мен апаларының есімдерін
ұрпақтан ұрпаққа ұлықтай берері анық. Қазірде Жәңгелді әкей мен Қарлыға балалары қоңыр жаққа елеңдеп, ата-ананың рухымен іштей тілдесіп жүр. Олар ата-баба қонысын, қара шаңырақ қасиетін, әке мен шеше тәрбиесін мәңгі ұмытпауға бекінді. Қайтып жетейін, жеңеше масы піскенше, ән салып күйім жердейін. Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Анамның жаққан ошағы.